Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Назерке, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы, яғни тәттісі, қызыл ірімшіктің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Менің қазанымның ішінде 3 литр сүт бар. Піспеген сүт. Қазанның қақпағын жауып, сүтті ең алдымен жақсылап тұрып пісіріп аламыз. Осылай бетіне қаймағы шыға бастаған кезде 4-5 мәрте осылай сапырамыз. Содан соң барып, айранымызды құйып, сүтті ірітіп аламыз. Менде айран қатты ащы емес, тәтті айран. Егер сіздердің айрандарыңыз ащы болса, көп құйып қажет емес. Егер көп құйып қойсаңыздар, сіздердің ірімшіктеріңіз бірікпей қалуы мүмкін. Дәмсіз де болып қалуы мүмкін. Сондықтан ащы айран болса көп құйып қажет емес. Ал тәтті айран болса, мен описанияға жаза кеттім қанша грамм құйғанымды. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Толықтай барлығы жақсылап араласуы керек. Қақпағын жаппай қайнатамыз. Осылай өзі қайнай бастайды. Қақпағын жаппаңыздар, оттың асты қатты болып тұруы керек. Бұрқ еткізіп қайнағанша оттың астында ұстайтын боламыз. Міне, қайнаған кезде өзі сары суы бөлектене бастайды. Егер сіздерде сары суы бөлектенбесе, онда сіздер айранды аз қосып қойғансыздар. Қазанның қақпағын жауып, шамамен 3 сағаттай қайнатамыз. Дәл осылай болып шыққан кезде дәміне қарай қант салып араластырамыз. Қант салу ол өз қалауыңыз, яғни тәттіні қалай жақсы көресіз, солай саласыздар. Ол міндетті емес. Қасықпен жақсылап араластырып жібереміз қант салғаннан соң. Содан соң оттың астын ең төменгі жылдамдыққа қойып, қақпағын жауып, шамамен 3-4 сағат жай отта қайнатамыз. Міне, біздің қызыл ірімшігіміз дайын болды. Енді оны сүзіп алатын ыдыс, осындай арнайы шұңғыл ыдыс, марыл немесе өздеріңіздің құртқа пайдаланатын ыдыстарыңызды да, орамалды да пайдалансаңыздар болады. Енді сүзгішпен сүзіп аламыз да орамалға салып төңкереміз. Видеода қалай көрсетіліп тұр, дәл солай жасаңыздар. Сары суын ең алдымен шығарып аламыз. Осылай қатты қысып байқаңыздар, біздің суымыз ыстық. Енді бізге осындай арнайы ыдыс керек, яғни біздің сары суымызды шығарып тұратын. Осылай орамалдың бетін тәрелкемен жабамыз да, үстіне ауыр зат қойып қоямыз. Мен банкаға су құйып қойдым, 2 литр банкаға. Сіздер басқа заттар пайдалансаңыздар болады. Шамамен осылай 1 күн бойы тұру керек. Міне, біздің қызыл ірімшігіміз дайын болды. Осындай өзінің формасын жақсы ұстайды. Ең бастысы дәмді болып шығады. Лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.